Азаматтық қоғам және мемлекет, диалог, әріптестік және жауапкершілік. Түркістан қаласында үкіметтік емес ұйымдардың облыстық 8-ші азаматтық форумы осы тақырыпта өрбіді. Алқалы мәжілісте үкіметтік емес ұйымдардың қоғамдағы орны мен елді өркендету бағытындағы жұмысы айтылды. Түркістан биыл қоғамдық саяси оқиғалардың бел ортасында. Бұл тарихи шешім қоғамның барлық саласына тың серпін береді, деді өңір басшысы. Қайта құрылған облыстың мүмкіндіктерге жол ашады. Бұл ретте үкіметтік емес ұйымдар да облысты өркендетуге ат салысқандар абзал. Осы баршаларымыздың қамын жеп жүрген, күйттеп жүрген мәселе қоғамның мәселесі болғандықтан ол өте маңызды. Ал қоғамға байланысты жасалатын шаруалар мемлекет тарапынан экономикасы жақсы болып жатса, жылы жатса. Түркістан облысында 738 қоғамдық бірлестік тіркелген. Аудан қалалардағы үкіметтік емес ұйымдардың жұмысын жандандыру, қаржылай қолдау бойынша тиісті жұмыстар атқарылуда. Қоғамдық саяси өмірде белсенділігімен көзге түсіп жүрген үкіметтік емес ұйым өкілдері алғыс хаттармен марапатталды. 2018 жыл еліміздің азаматтық қоғам үшін маңызды жыл. Өздеріңізге мәлім, министрлігіміздің өкілеттілігі кеңейіп, қоғамдық даму министрлігі болып атауы өзгерді. Министрлікке қоғамдық келісім, қайырымдылық, отбасы, медиация салаларында және рухани жаңғыру бойынша мемлекеттік саясат іске асыру жөніндегі функциялар мен өкілеттіктер берілді. Азаматтық форум аясында әлеуметтік идеялар мен жобалар жәрмеңкесінің жеңімпаздары да жүлделерден тыс қалмады. Бұл жәрмеңкеде бірінші орынды Қазығұрт ауданынан келген жалынды жастар қоғамдық бірлестігі жеңіп алды. Жеңімпазға 540 мың теңге көлемінде ақшалай сыйлық тапсырылды. Екінші, үшінші орын алғандар мен өзге де қатысушыларға сыйлықтар берілді. Жиын соңында республикалық 8-ші азаматтық форумға баратын делегаттардың тізімі бекітілді. Түркістан қаласынан Перизат Биназарқызы, Рулан Рүстемов, Нуридин Искаков, Тұран Ньюс.